Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін осындай керемет песочный тестодан самса дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза кетулеріңізге болады. Осылай ұнымызды бірінші ситадан өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң майымызды салып, ұн мен майымыз міндетті түрде салқын болуға қажет. Осылай холодильниктен шығарып, кесіп, осылай үйкеп, ұн мен майды бір-біріне үйкеп, крошки жасайтын боламыз. Мінекей осындай болып шығу қажет. Енді осымызды үлкен ыдысқа салып, бір жұмыртқамызды салып аламыз. Содан соң салқын суымызға тұзымызды салып, шай қасық жақсылап араластырып, ұнымызға құятын боламыз. Енді осылай илейміз. Неге кішкене былшайып кетіп жатса, ұн саламыз үстіне. Неге ұнымызды саламыз. Тестаңыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болу қажет. Описание бөлімінде ұнды қанша салу керектігін жазамын, бірақ ұндар әртүрлі болады. Соған байланысты, егер осылай езіліп кетіп жатса, онда ұныңызды тағы да 50-100 грамм көптеу салып, жұмсақ қылып, илейтіндей қылып, қолға жабыспайтындай қылып илеу қажет. Міне тағы да ұн саламын. Неге осы ұнымыз жарайды. Енді осылай әдемілеп ұнымызды араластырып аламыз. Мінекей осындай жұмсақ тесто шығу қажет. Енді мен осылай алдын ала дайындап қойдым. Фаршымызды, тұзымызды салып, бұрышын салып, жуасын турап. Енді тестамызды әрқайсысын 40 граммнан бөліп алатын боламын. Сіз бөлмесеңіз де болады. Бөлген кезде бүкіл самса бірдей әдемі біркелкі болып шығады. Егер бөлгіңіз келмесе, көзбен жай ғана бөліп шықсаңыз болады. Мен әдемі болып шығу үшін осылай жасаймын. Қажыдайын 40 граммнан бөліп шығамын. Осылай 40 граммнан есептегенде 30 самсадай шығады. Начинкасын қасықпен салсаңыз болады. Маған осылай қолмен салғалы ыңғайлы. Жанын басып осылай. Енді жанын әдемілеп шығатын боламыз осылай.
мінекей тағы начинкасын салып келесі самсамызды жасаймыз осылай. Жағын кішкене басып аламыз. Содан соң жаңағыдай басып шығамыз әдемілеп. Негізі осы слоеный тестоға қарағанда песочный тесто оңай, тезірек істелінеді және дәмі де жақсы болып шығады. Жағынан басып әдемілеп шығатын боламыз осылай. Егер сіздер туралған етті пайдаланатын болсаңыздар болады, фарш емес. Өзіңіздің ұнатқаныңызға байланысты. Кейбіреулер етті турап салған жақсы көреді. Етті турап салып, жуасын салып жасасаңыздар болады. Тек қана етті тураған кезде қасына май қосып турап жіберіңіздер. Сол кезде өте сочный, өте керемет болып шығады маймен. Мінекей осылай самсамызды жасап шығамыз, осылай жағын басып. Енді самсамыздың бетіне осылай жұмыртқаны ағы мен сарысын жақсылап араластырып бетіне жағып шығамыз. Самсамыз жасап болып қалған жақын қалған кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз пешімізді. Содан соң осылай бетіне жағып аламыз жұмыртқамызды. Жаққаннан кейін өзіңіз білесіз, кунжут немесе мак бетіне себуіңізге болады. Мен осылай бетіне мак себіп шығатын болам. Неге осылай мак себіп шығам? Енді мінекей самсамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк басып тіркеле кетіңіздер.